Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен осындай әдемі тойымды қамыр тамағының тағы бір түрін жасағым келіп тұр. Соны сізбен біз қазір жасап тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Мен бір піскен етім бар еді, кешегіден қалып қойған. Соны майдалап турадым, 300 грамдай. Бір 2 картоп алдық, бір сәбіз алдық, бір пияз алдық. Оның бәрін турап қойдық. Осымен бірге жақсылап қуырып аламыз. Сосын бізге бір сары май мен пияз керек. Оны жаңа қамырдың ішіне салып орауымыз керек. Ол екі ортада кішкентай қамыр илеп алыңыз. Тұзын салып, бір жұмыртқасын салып, енді қазір сол қамырын илеп алайық. Кішкентай қамыр илеп қойдық. Енді тынып тұрсын деп үстін жауып қоямыз. Енді қалған ет көкөністердің барлығын қазір қазанда қуырамыз. Қазанда еті мен пиязын қуырып жатырмыз, қызартып. 3 минут болды. Енді картоп мен сәбізін барлық көкөністерді қолыңызда бұрыш болсын, басқа болсын, қызанақ болсын, бәрін сала беруіңізге болады. Ол екі ортада тұзын, дәмдеуіштерінің бәрін, дәмдеуіштерінің қызы, қара бұрышының бәрін қалаған дәмдеуіштерін салдық, араластырып жатырмыз, тұзын салдық. Енді қайнаған су құйып жіберіңіз. Бір жарты литр қайнап тұрған су құйып жіберіңіз. Сосын астын жай басып тұрып қойыңыз. Тоқтырылып тұра береді. Жай отта бір жарты сағаттай қайнап тұра береді. Ет пен көкөністеріміз жай отта қайнап жатыр. Бұл екі ортада сары майға әдемілеп пиязды қуырып алуымыз керек. Пиязымызда 5-10 минут болды қуырылып жатқанда. Бұл жерге де мен паприка, басқа да дәмдеуіштерді салып жібердім. Қамырын жайып жатырмыз. Қазір көреміз. Мына қамырын әдемілеп жайып қойдық. Пиязымызды салып жатырмыз. Енді осыны қамырды әдемілеп орауымыз керек. Сөйтіп оралған қамыр қайнап жатқан ет пен көкөністің үстіне барады. Бұл да бір тойымды тамақ болады, керемет. Ана осы жерден кесіп алуымыз керек, себебі ана қатпары көптеу болып кетсе де қамырыңыз піспей қалуы мүмкін. Енді мына жақтағы қамырды басқалай илейміз. Екеуі қандай әдемі келді. Енді осыны кесіп қазанға салуымыз керек. Керемет тағам болады. Қазір іші майланған кесілген қамырларымызды турап әдемілеп қазанға алып келдік. Енді бұл бір қайнап шыққан соң қайнап жатыр. Қазір жай отта бір жарты сағат қайнайды. Содан кейін керемет тойымды тамақ пайда болады. Қазір осымен күтейік. Тамағымыз дайын болды. Қазір дастарханға барады. Міне, құрметті көрермендер, жаңа сондай еттен жасалған көкөністермен араластырып жасалған қамыр тағам, тойымды тағам дастарханға келді. Міне қараңыз, қандай керемет, өте дәмді болған. Осылай жасап жүріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздердің әрбір комментарийлеріңізге жауап беремін. Сіздерді жақсы көремін. Астарыңыз дәмді болсын.